Армыз, құрметті Нұрсила каналының көрермендері. Бүгін сіздерге барлық адамдарға, 100% адамдарға пайдасын тигізетін кереметте бір тақырыпты қозғайын деп отырмын. Ол қандай тақырып десеңіз, ол реніш тақырыбы. Бұл тақырыпты мен неге көтеріп отырмын? Өйткені мына психолог, нейрофизиолог, нейробиолог, жалпы дәрігерлердің дәлелдеуінше, ғалымдардың дәлелдеуінше 80% ауру осы реніштен келеді екен. Өйткені бұлай қарапайым қазақтың тілімен айтқан кезде реніш деген ол у. Сіз біреуге ренжідіңіз. Ол жақын адамыңыз, мүмкін бөтен адам болсын. Сіз сол уды ішесіз. Біреу өлсе екен деп. Ренжідіңіз, оған ашуландыңыз. Бірақ уды ішкен адам өледі ғой. Ол адам сіздің ренжіп жатқаныңызды білмеуі де мүмкін. Мәз-мәйрам болып өз шаруасымен жүріп жатыр. Ал ол уды сіз ішіп жатырсыз. Реніш адамның мына денсаулығына қалай тікелей әсерін береді? Адам ренжіген кезде адамның миында кортизол деген гормон бөлінеді. Ол кортизол мына мидағы гипофизде бөлінгеннен кейін қалқанша безге, әсіресе бүйрек безіне бұйрық береді, саған бір қауіп төніп жатыр деп. Сол кезде адамның ағзасы соғысқа дайындалады. Сені бір қасқыр қуып келе жатқан сияқты, болмаса бір адамдармен төбелесіп, жан алып, жан беріп жатқан жағдайға түсесің. Әрине физикалық түрде емес, ішің аласапыран болып жатады. Сол кезде бүйрек, бауыр, жүрек, асқазан жұмысының бәрі бұзылады. Соның аяғы ауруға алып барады. Оны ғылымда ең алғашқы дәлелдеген Ганс Селие деген ғалым болатын. Соның кейін осы ғалымдар, медиктер осы ренішке, адамның стресс эмоциясына қатты көңіл аудара бастады. Әрине халықта бұны қарапайым халықтың бәрі біледі. Реніштің жаман екенін, реніштің денсаулыққа зиян екенін. Бірақ айтады, ет пен сүйектен жаратылған пенде болғаннан кейін қалай ренжімейсің? Ренжімей тұра алмайсың ғой. Егер саған біреу опасыздық жасса, сатқындық жасса, зәбір көрсетсе, алдап кетсе, қиянат жасса, оған қалай ренжімейсің? Әсіресе жақын адамдарың, жақын досың, туысың, әкең, шешең, балаң, ағайын, туғаның өмірде түрлі жағдайлар болады ғой. Кейбіреулер соны жүрегіне алып алады. Соның кейін ұмытпайды, 5-10 жыл бойы. Соның кейін айтады, міне менде қан қысымы жоғарылады, давление, қантым көбейіп кетті, жүрегім ауырды, бүйрегім ауырды, асқазаным ауырды, болмаса ракқа шалдықтым, болмаса қалқанша безім зобпен ауырдым дейді. Осы аурулардың көбі, жалпы бүткіл аурудың 80% реніштен келеді екен дейді. Ал енді біздің әке-шешеміз болсын, дос-жарандарымыз болсын, діни адамдар болсын, имамдар, молдалар болсын, бәрінің айтатын ақылы біреу. Ит үреді, керуен көшеді. Итпен ит болмай-ақ қой, назарың алмай-ақ қой, кешіре сал дейді. Бірақ ол жұмыс істемейді, солай ғой. Егер дәл сол ақыл кеңес жұмыс істесе, адамдар ешкімге ренжімеуші еді. Осы ақылды естіп, ешкімге ренжімей кеткен адамды көрдіңіз ба? Өзіңіз ренжисіз ба? Әрине ренжисіз. Менің осы сабағымды соңына дейін көретін болсаңыз, сіз мүлде ешкімге, ешқашан ренжімейтін адам боласыз. Яғни бұл денсаулығыңызға тікелей әсерін береді. Алдымен түсініп алайық, адам неге ренжиді? Адам өмірде өзі қалағандай болғанын тосады. Басқа адамдардан. Әдетте осы жерде адамдарға ренжіш жайлы айтайық, басқа реніштерді кейінгі тақырыптарда қозғаймыз. Мысалы, балаң тура сен айтқан нәрсені жасау керек, сен тосасың. Ол сенің тіліңді алу керек, өтірік айтпау керек, бірдеңені кешікпеу керек, жалқауланбау керек, тағысын тағы. Ол керісінше жалқауланып, саған сөз қайтарып, тағы бірдеңе істеп қойса, ренжисің. Болмаса жұбайыңа, күйеуіңе, әйеліңе, ата-анаңа, досыңа, қызметтесіңе, әріптестеріңе. Солардан үнемі тосасың. Әділдік, мейірімділік, адалдық тосасың. Тура сен ойлағандай олар істеу керек. Ал олар әрқашан олай істей бермейді. Солай ғой. Соның кейін біз ренжиміз. Кейде ұзақ мерзімге ренжиміз. Осыны ренжімеу үшін қазір қолыңызға қағаз қалам алып, мына сөзді жазып алыңыз. Барлық адамдар, соның ішіндегі сіздің ең жақын адамдарыңыз бар. Орташа араласатын адамдарыңыз бар. Анда-санда бір көретін. Мүмкін мүлде көрмеген адамдарыңыз бар. Сіз бір таксимен жүресіз, кейде емханаға барасыз, кейде мейрамханаға барасыз деген сияқты. Көшеде жүресіз, талай адамдармен кездесесіз. Біреу сізге ауыр сөз айтуы мүмкін, жаман көзбен қарауы мүмкін, тіпті біреулер өсек айтуы мүмкін, тіпті қиянат жасауы мүмкін. Ақшаңызды алып бермей кетуі мүмкін. Түрлі адамдар. Енді жазып алыңыз. Барлық адамдар маған әділетті, адал және мейірімді болуға тиісті емес,
және олай болу мүмкін емес. Осы сөздің астарына терең үңіліңіз. Қазір көзіңізді жұмып отырып, өзіңізді ренжіткен адамдарды көз алдыңызға елестетіңіз. Барлық адамдар, осы жер бетіндегі барлық адамдар сізге әділетті, мейірімді, адал болуға тиісті ме? Солай болу мүмкін бе? Олай болу мүмкін емес қой. Осыны сіз кемінде 1000 рет жазып, айтып өзіңізге келе жатқан кезде, таңертең жүресіз бе, жолда келе жатқанда көз алдыңызға елестетіп, санаңызға әбден сіңіріңіз. Барлық адамдар маған мейірімді, әділ, адал болуы тиісті емес және мүмкін емес олай болу. Өзіңізге Құдайдың рөлін алмаңыз. Адамдардың жаратылысы әртүрлі. Осыған сіз әбден бекіп алған кезде, сіз ешкімге ренжімейтін боласыз. Сонан кейін, біреуге жақсылық жасаған кезде, сіз жақын адамыңыз ба, бөтен адамыңызға сіз түрлі бір адамдарға жақсылық жасадыңыз, содан кейін соған есеппен жақсылық тосасыз. Мен оған жақсылық жасадым, ол да маған жақсылық жасауға тиіс деп. Олай болса, егер бұлай істесеңіз, сіз саудагерге айналғаныңыз. Сіз қарым-қатынасқа саудан алып келдіңіз. Мен саған, сен маған деп. Сіз сонда біреуге жақсылық жасаған кезде бақа есеппен, мен қазір мына кісіге жақсылық жасайын, ол да маған жақсылық жасау керек десеңіз, онда сіз саудагерсіз. Жақсылықты сіз ондай ниетпен жасамаңыз. Егер ондай ниетіңіз болса, сіз одан да кері әрқашан бір жақсылық тосатын болсаңыз, онда жасамай-ақ қойыңыз. Жасаған кезде жасадыңыз, ұмыттыңыз. Сіз соны бір қулықпен, бақайлықпен, ол да маған қазір жақсылық жасайды-ау деп жасамайсыз. Жай ғана сіздің жүрегіңіз мейірімге толы, адамға жақсылық жасадыңыз, ол тоспайсыз. Сондықтан кейін ол адам сізге жақсылығыңызға жақсылық қайтармаса, болмаса тіпті жамандықпен қайтарса да, сіз ренжімейтін боласыз. Қабылдау қиын, бірақ осыны қабылдап алғаннан кейін сіздің жүрегіңізде тыныштық, жаныңызда жайлылық болады. Ешкімге ренжімейтін боласыз. Ал егер қазір ренжіп жүрген адамыңыз бар болса, қазір жақын адамыңыз осыдан 1 жыл бұрын, 1 ай бұрын, тіпті одан да бұрын сізді қатты ренжітсе, алдап кетті, қиянат жасады, зәбір көрсетті, ұрды, соқты, өсектеді, енді түрлі-түрлі сізге бір жамандық жасаса, ол адамды мүгедек деп елестетіңіз. Ол адамның тәні сау болуы мүмкін, 12 мүшесі, бірақ санасы мүгедек. Егер ол шынымен сізге әділетсіздік, қиянат жасаса, ол мүгедек адам деген сөз. Санасы мүгедек адамды, сол тәні мүгедек адаммен елестетіңіз. Көзі көрмейтін, аяғы жоқ, сондай мүгедек адамдар болады ғой. Сондай мүгедек адамды көрсегенде сізде реніш, ашу сезімі тумайды, сізде аяушылық сезімі туады. Ал аяушылық сезімі туған кезде сізде кортизол деген, сізді үрейге, қорқынышқа, ашуға апаратын, сіздің денсаулығыңызды құртатын гормон емес, сізде окситоцин деген бір махаббат гормоны бөлінеді. Сіз өзіңіз шынымен бір кемтар адамды көргенде жаныңыз ашиды ғой. Сіз ол адамға да солай жаныңыз ашитын болады. Өйткені ол адамның санасы мүгедек, рухани мүгедек. Шынайы, рухани сау, санасы сау адам болса, ол ешкімге жамандық жасамауға тиіс, себепсіз. Осыны үнемі айтып, ана адамды көз алдыңызға елестетіп, оған аяушылық сезіммен, оған ол бала адам кінәлі емес, сондай жасағаны. Неге деген кезде, адамның қандай болуы 60% әкесінің ұрығы шашылғанда, 300 миллион ұрық шашылады, анасының жасушасы, аналық жасушасымен кездескен кезде болды шешілді. Қандай болатыны, мінезінің қандай болатыны, қатыгез, алдампаз болатыны, адамдарға қиянат жасайтын адам болатыны сол кезде шешіліп тастаған. Оған ол кінәлі емес. Ол осындай мінезді өзі таңдап алған жоқ. Оған әке шешесі де кінәлі емес. Ол тағдыр. Сондықтан сіз оған осындай аяныш көзбен, мына адам осылай екен, мына адам осылай болып жаратылды, оған сәтін салмады. Орыстар айтады ғой, не повезло. Оған осындай мінез, осындай бір қасиет бұйырған екен. Әй, бишарай деп. Бұл ғылыми дәлелденген нәрсе де, адамның жаратылысы адамның қолында емес, әке шешесінің қолында емес, мінез құлқының 60% тура сол секундына әкесінің ұрығымен анасының жасушасы кездескен кезде оның бойы, көзі, құлағы, шашы қандай болатыны бірден сол жерде анықталады, шешіледі тағдыры, дәл солай мінезі де дәл сол кезде қалыптасады. Енді бұл сабақты сіз, бұл видео сабақты тек қана көріп қоймаңыз. Бұны егер сіз шынымен өз санаңызға жазылып, өз болмысыңызға айналғанын қаласаңыз, кемінде 10 адамға түсіндіріп беруге тырысыңыз. Біреуге ренжіп жүрген адамдарға. Адам неге ренжиді екен? Ренжімеу үшін не істеу керек екені. Жақсы ма? Ал енді соңында айтатыным,
ақсұңқар құс астындағы жемін шашып жейді дейді, адамдарға таратып. Құзғын құс қане астында басып жейді дейді. Мен сізді ақсұңқар құс деп санаймын. Егер осы менің берген кеңесім ұнап жатса, шынымен ол көмектесетініне көзіңіз жететін болса, кімге жақсылық тілейсіз? Кімнің ешкімге ренжімегенін қалайсыз? Осы сілтемені алып сол кісілерге жіберіңіз. Және де мына жерде қоңыраушаны басып қойыңыз. Нұрсила каналына келесі видеолар шыққан кезде ол сізге көрініп тұратын болады. Және де астына бір лайк қойып, 5-6 ауыз комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде бұл осы YouTube-дағы жоғары жақта тұрады да, өте көп адамдар көреді. Қайдағы бір түкке тұрмайтын сайқымазақ, жеңіл-желпі видеоларды жүздеген, миллиондаған адам көреді ғой. Бұл видеода көптеген адамдарға септігін тигізсін, ешкімге ренжімейдік, адамдар ренжуді білмес екен. Сол кезде жүрегінде тыныштық, жанында жайлық, езуінде күлкі жүреді. Ол адамға ауру жоламайды, өмір жасы ұзақ болады. Сіздің де өмір жасыңыз ұзақ, деніңіз сау, байда бақуатты, бақытты болуыңызды тілеймін. Келесі видеоларда кездескенше сау, сәлемет болыңыз.